әйелін, бала шағасын ұрып соққан, күш көрсеткен азаматтар бұрынғыдай әкімшілік емес, енді қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болады. Немесе денсаулыққа қасақана зиян келтіргендерге де жаза қатаңдатылады. Енді бұл жерде жаңадан әзірленген заң жобасының 5 бағытын атап өткіміз келеді. Бірінші бағыты бұл әрине зорлық-зомбылық және басқа да қатыгездікке, адамның қадір-қасиетін қорлауға жол бермеу мақсатында арнайы нормалар қарастырылды. Мысалы, 2017 жылдан бастап бізде денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтірген үшін бабы, бұл 73.1 бабы әкімшілік құқық бұзушылық кодексте қарастырылды және жазада сәйкесінше әкімшілік жаза болатын. Бұдан бөлек бізде денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтірумен қатар ұрып соғу деген бап болды. Сол ұрып соғу бабы да әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде болды. Жазада сәйкесінше әкімшілік жаза болатын. Енді негізін астын сызып тұрып айтқымыз келеді. Осы екі әкімшілік құқық бұзушылық кодексындағы екі бап, яғни денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру және ұрып соғу бабы біздің әзірлеген заң жобасының аясында бұл қылмыстық кодексқа арнайы енгізіліп отыр. Сәйкесінше жаңа бап қарастырылды. Бұл 108.1 бабы денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру және 109.1 бабы бұл ұрып соғу баптары. Бұл жерде нақты қылмыстық жаза қарастырылып отыр. Бұны нақты атап өткіміз келеді. Сонымен қатар, бірақ бұл екі бап тек қана әйел мен балалардың құқығын қорғаумен қатар, дәл осы екі бапқа тап болған, яғни денсаулығына қасақана жеңіл зиян келген, немесе ұрып соғылған азаматтардың барлығы енді бұған дейін әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің аясында қарастырылатын болса, бұның барлығы бүгінгі таңда осы заң қабылданғаннан кейін қылмыстық кодекстің арасында қарастырылатын болады. Бұның барлығы не үшін? Бұның барлығы мемлекет басшысының заң үстемдігі және тәртіп қағидатын жүзеге асыруымыз үшін және мемлекетіміздегі құқық бұзушылық үшін жауапкершілікті күшейтуге бағытталып отыр. Тағы бір тұс, жәбір көрсеткен адамдардың мінез құлқына байланысты ерекше талаптарды бұл жаңа негізі, бірақ мен тағы да қосымша атап өткім келеді. Мысалы, жаңа редакцияда денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтірген үшін 3 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылады. Сонымен қатар денсаулыққа қасақана орташа зиян келтіргені үшін 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылатын болады. Бұдан бөлек екі жаңа норма қарастырылып отыр. Бұл педофилия. Педофилия жаңа редакцияда өмір бақи бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылады және кәмелетке толмаған балаларды өлтіргені үшін өмір бойы бас бостандығынан айыру қарастырылады. Енді бұл нормалардың барлығы жалпы жаңа айттым, құқық бұзушылық үшін жауапкершілікті күшейту. Ал енді жаңа сіз қазір айтып отырсыз, 98.3 деп аталатын жаңа бап қосылып отыр қылмыстық кодекске. Бұл қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамның мінез құлқына ерекше талаптар қою. Мысалы, нақты атап өткіміз келеді. Егер қылмыстық құқық бұзушылық жасаған үшін кінәлі деп танылатын болса, сол адамға соттың шешімі бойынша, тараптардың өтініші бойынша 3 айдан 1 жылға дейінгі мерзімде жәбірленушіні іздестіруге, қудалауға, оған баруға, ауызша немесе телефон арқылы келіссөздер жүргізуге, онымен өзге де тәсілдермен байланысқа түсуге тыйым салынатын ерекше талаптар белгіленуі қарастырылады. Яғни бізде қазір бұл нормалар болған жоқ, сәйкесінше олар соттың шешімінен кейін іздеп тауып алып, тағы да ұрып соғу фактілері бізде әлеуметтік резонанс тудырған фактілердің арасында бар. Сондықтан да біз бұл мәселелердің бәрін ескергендігімізді атап өткіміз келеді. Үлкен мәселе, енді егер сот қажет деп табатын болса, онда осындай жәбір көрсеткен азаматтарды тек қана жазалап емес, мысалы, оларға шын мәнінде медициналық, психологиялық көмек көрсету қажет деп тапса, онда сондай ұйымдарда, медициналық ұйымдарда психологиялық көмектен өту мүмкіндігі де қарастырылатындығын атап өткіміз келеді. Яғни бұл құқықты бұзған адамдарға. Енді біздің қоғамда біз бәрін жазалай бермейміз ғой, былай қарағанда. Сол мәселе қарастырылатындығын атап өткіміз келеді. Үлкен мәселе бұл суицидтің алдын алу мақсатында жаңа қылмыстық кодексте жаңа екі бап, жаңа екі құрамда қарастырылады. Бұл суицидке итермелеу
және суицидті насихаттау бойынша. Енді өздеріңізге белгілі, мысалы, синий кит секілді, бізде әртүрлі сондай балаларды осындай әлеуметтік дертке шақырған көптеген мәселелер болды әлеуметтік желілерде. Бұған дейін де біз мысалы әртүрлі мәселе челлендждерді көріп тұрамыз. Сондықтан да суицидке итермелегені үшін 5 жылдан 9 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы мен қылмыстық жауапкершілікті белгілеу ұсынылып отыр. Және суицидті насихаттағаны үшін 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл түрінде жаңа қылмыстық жауапкершілік енгізіліп отыр. Бұл екі норма енді насихаттағандығын қалай анықтауға болады, насихаттағандығын қалай тануға болады деген кезде, әлеуметтік желіде, бұқаралық ақпарат құралдарында қалай насихатталатындығына байланысты жұмыс топтарында депутаттарымыз бар, азаматтық қоғам өкілдері бар. Сонымен қатар біздің мемлекеттік органдар бұл мәселені талқылап, егжей-тегжейлі қарастырып жатыр. Енді жасыратын